Кез келген картаның миссиясы адамды мақсат мұратына дастырмай жеткізу. Ал мен көрсеткелі тұрған карталар қанша көне болса да өз құндылығын жоғалтқан емес. Себебі олар адамдарды тарих толқынында дастырмайды. Бұл тарихи карталардағы қазақ даласы атты бірегей көрме. Ғасырлар қойнауына Оямен бірге. Қазақ даласы тарихи карталарда кеңістік пен аумақ құрылымдар атты көрме арғысы 1562, бергісі 1938 жылы жарық көрген картография туындыларын қамтиды. Орта ғасырлардан бастап 20 ғасырға дейінгі аралықтағы қазақ мемлекеттілігінің, территория тұтастығының және жылдар бойы жалғасын тапқан сабақтастығының төлқұжаттары ретінде назарға қойылды. Көрмені дайындауға шамамен бір айдан астам уақыт кетті. Өткені әрбір картаға толық этикетаж жасау керек болды. Яғни толық сипаттамасын. Сипаттамасын оқып, карта бетіндегі ұсақ бедерлерді көрмекке лупада серік болып тұр. Себебі байқамай қалуға болмайтын элементтер бар. Мамандар тек географиялық еңбек емес, көркем өнер туындысындай бағалы нұсқалардың да барын айтып қызықтырып отыр. Әсіресе ескі карталарда, орта ғасыр карталарда картуштармен бейнеленген суреттемелер бар. Кейбір карталарда қазақтың дәстүрлі жаңа қыз қуу, көш, күрке салу сондай бейнелері бар. Сол замандағы территориямызды айқындайтын Қазақия, Хассакия, Қазақ ордасы деген сөздермен қатар, қазіргі ел аумағын Тартария деген атауда басып жатыр. Бұрын естімесеңіз, татар халқына қатысы жоқ топоним жайлы келесі ақпаратты біле жүргеніңіз абзал. Бір жағында Европа мен Ресей, бір жағында Қытай. Осы аралықтағы кеңістікті ескі заманда Тартария деп атаған. Яғни Тартария деген бұл бір жағынан көшпелілерді кемсітіп шыққан атау деп айтуға болады. Жалпы Тартария деген бұл көне грек мифологиясынан белгілі бос орындар, ештеңе жоқ деген сөз. Кемсітушілік шығыстан келген шапқыншылардан қорқудан да болды ма деген ой келеді. Өйткені дәл сол грек мифологиясындағы Тартар аймағы жеті қат жер астындағы Аид билік құрған өлілер патшалығының түбіндегі титандар түрмесі ретінде де сипатталады. Ешкімге бағынбайтын, шетелдіктер дәті жетіп бара бермейтін орталық Еуразия біраз уақыт карта бетінде солай аталса да, бертін келе алып державалардың тәбетін арттырады. Үндістан, Ауғанстан жақтан Британ әскерлері жақындап келді. Олар алдарына мақсат қойды, Орта Азияны басып аламыз деп. Солтүстіктен Ресей империясын. Сондықтан бұл аймаққа, Орталық Азияға үлкен қызығушылық туды. Әскери барлау экспедиция ұйымдастырылып, қандай өзен көлдер бар, қандай тау асулары бар. Яғни әскери тұрғыдан қарағанда, мысалы, егер соғыс болған жағдайда қалай жылжу керек екен соның барлығын байланысты Орталық Азияның жақсы бір географиялық сипаттамасы, зерттеулер жасалынды. Яғни көз алдарыңыздағы қағаздарды бір кездердегі тыңшы барлаушылардың құнды қазынасы, аса құпия еңбегі деп те топшылауға болады. Содан бекен музейдегі шетелдік қонақтар да зор қызығушылық танытып жүр. Бізге көптеген шетелдіктер келіп жатыр. Шетелдіктерді келіп осымен таң қалып жатыр. Мысалы, бұрын тарихи карталармен кезікпеген адамдар бұл карталарды қарап, 16 ғасырдан бері қазақ атауы карталарда шыққаны белгілі көрінеді. 5 түрлі хронологиялық тақырыптық бөлім етіп ұсынылған көрмеге барынша дайындықпен тарих география ғылымдарындағы мектеп бағдарламасын еске бір түсіріп келген абзал сияқты. Сөйткенде әр карта ұсынатын жиынтық образды жақсырақ түсіне аласыз. Мысалы, ешқандай түсінігі жоқ көрерменге бұл көрмені олар 5 минуттың ішінде аралап шығады. 5 минуттың ішінде аралап, және көп карталарды ағылшын тілінде, яғни шет тілде жазылған, түсінбеуі де мүмкін. Ал мысалы, түсінігі бар, қызығушылығы зор көрерменге бұл мұның ішінде 1 сағатта жүруге болады. Сюжеттің басында тарих толқындарында дастырмайтын карта дегенімде сол. Қазақ мемлекеттілігіне күмән келтіретін түрлі субъективті пікір медиа кеңістікте емін еркін қалқып жүргенде, ақиқат айнасындай дерек карталар ақты ақ, қараны қара деуге септігін тигізері хақ.